Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге осындай дәмді казинакидің жасалу жолын көрсетіп, рецептісін ұсынатын боламын. Бұл казинакидің құрамына бізге кукурузный осындай сары хлопья керек, арахис керек, ирис керек, мейіз керек, және де бал мен сары май қажет. Құрамына керек заттардың барлығын мен видеоның астында описаниясына да жазып кететін боламын. Сол жерден асықпай көрсеңіздер болады. Ең алдымен мейізімізді жақсылап жуып дайындап аламыз. Одан кейін, егерде сіздерде үлкен мейіз болса, осылай видеодағыдай екіге бөліп ұсақтап алсаңыздар болады. Мен мейіздердің барлығын алдын ала жуып дайындап алдым. Мына жерде менде үлкен мейіздер болғандықтан мен осылай екіге бөліп ұсақтап аламын. Егерде сіздердің мейіздеріңіз ұсақ болса, онда бұлай екіге бөліп отырмайсыздар, бірден жуып аласыздар да қоса бересіздер. Интернетте казинакидің біраз рецептері бар екен, бірақ та дәл менікіндей рецепт еш жерде жоқ. Сол себептен міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу жолы оңай, әрі тез, кешкісін шайға жылдам жасап жүрсеңіздер, өте дәмді болып шығады. Мінекей мейіздеріміздің барлығын турап дайындап қойдық. Енді осындай бір ыдыс аламызды. Осы ыдысымызға ирисімізді салып, оның үстіне сары майымызды саламыз да газға қоямыз. Негізі иристің түрлері өте көп. Өз қалауларыңыз бойынша қандай ирис қолданғыларыңыз келеді, соны қолдана берсеңіздер болады. Менде мынау кес-кес деген ирис. Осы ирисімізді енді газға қойып, газдың астын ақырындатамыз да араластырып отырып ерітеміз. Иристің құр өзін ерітсеңіздер күйіп кетуі мүмкін. Сол себептен осылай біраз сары май қосып, араластырып отырып ерітеміз. Міне біздің иристарымыз еріп бастады. Енді осыны қатты ерігенше газда ұстаймыз. Әбден ерігенше осылай араластыра тұрамыз. Одан кейін, еріп болғаннан кейін, оның үстіне жаңағы балымызды қосып, тағы да араластыратын боламыз. Міне біздің ирисіміз тура осылай сұп-сұйық болып еруі тиіс. Енді балымызды қосамыз. Одан кейін жақсылап араластырамыз. Иристің құр өзін ерітсек, ол тез қатып қалады. Сол себептен сәл май құйып алып, осылай бал құямыз. Сол кезде тез қатпайтын болады. Міне біздің ирисіміз дайын болды. Енді газдың астын өшіріп, оттан алып қоямыз. Бір ыдысқа кукурузный хлопьямызды саламыз, оның үстіне арахисімізді саламыз, оның үстіне мейізімізді саламыз да бір араластырып аламыз. Міне осылай бір араластырып алдық. Енді жаңағы ирисімізді суымай тұрып құйып алуымыз қажет. Суып қалса, ол сәл қатып қалуы мүмкін. Сол себептен осылай ыстық болып тұрған кезде құйып араластырамыз. Қазір енді араластырғанда да сәл асықпай жақсылап араластыру керек. Себебі хлопьяларымыздың барлық жеріне ирисіміз жағылуы тиіс. Сол кезде жақсы бір-біріне жабысып, дәмді болып шығады. Мінекей осылай асықпай әбден араластырамыз. Хлопьямыздың барлық жеріне жағылуы тиіс. Міне біздің казинакиларымыз дайын болды. Енді осыны бір ыдысқа пергамент қағазын саламыз да, осының үстіне казинакиміз салып қатыратын боламыз. Міндетті түрде осындай ыдысқа салу керек емес. Өздеріңіз білесіздер, төрт бұрышты домалақ ыдыстар болса да сала беруге болады. Осылай салып аламыз да, қасықпен барлық жеріне апарып, жайып шығамыз. Міне осылай бәр жерін бір келкі қылып жайып шығамыз. Одан кейін үстінен қасықпен басып престейміз. Қасықпен үстінен осылай қатты-қатты басамыз. Сол кезде тығыздалып,
пресстеледі және де ровный болып біркелкі болып шығады. Мінекей біздің казинакиларымыз дайын болып қалды. Тура осы видеодағыдай болып шығуы тиіс. Ендігі кезекте біз казинакиларымызды қатырмай тұрып, пышақпен кесіп дайындап алуымыз қажет. Ендігі кезекте өз қалауларыңыз бойынша турап алсаңыздар болады. Ромбик қылып, үшбұрыш қылып, төртбұрышты қылып турасаңыздар болады. Мен мұнда төртбұрышты қылып турап көрсетемін. Негізі осылай қатырмай тұрып турап алған дұрыс. Себебі қатырып алғаннан кейін турасаңыздар, ол шашылып дұрыс туралмайды. Сол себептен жұмсақтау болып тұрған кезде тураған өте дұрыс. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, бұл казинакилардың жасалу жолы өте оңай әрі тез. Ары кетсе бір 20 минут қана уақыттарыңыз кетеді. Сол себепте міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасап көрген адам міндетті түрде тағы да жасайтын болады. Себебі өте дәмді болып шығады. Тура осы видеодағыдай қылып турап аласыздар барлығын. Одан кейін холодильникке 1 сағатқа қатырып қоясыздар. Мінекей барлығын турап алдық. Енді мен қату үшін холодильниктің ішіне 1 сағатқа салып қоямын. Холодильникке саламыз, морозильникке емес. Мінекей 1 сағат өтті. Енді холодильниктен алдым. Пышақпен туралған жерлерін тағы да бір жүргізіп шығамыз. Содан кейін үзіп алып тарелкаға сала берсек болады. Егер де сіздер үлкендеу ыдысқа салғыларыңыз келсе, онда осы описанияда тұрған ингредиенттердің барлығын 2-ге көбейтіп салсаңыздар болады. Және де тура видеода көрсетілгендей қылып жасасаңыздар, сіздердің казинакиларыңыз міндетті түрде дәмді болып шығады. Міне жаңағы кескен жерлерімізді пышақпен тағы да бір жүргізіп шығамыз да қағаздан босатып аламыз. Міне біздің казинакиларымыз дайын. Жей берсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын.